Нұрлан Өнербаев, например, да? Менде бір сұрағым, олар сатып алады ма, или сен подарок болып бересің? Өнер адамы, ол барлық жағынан өнерлі болуы керек. Ол ақша табу жолынан да. Қаражатты басқару жүйесінен де. Очень много талантливых людей, которые не могут себя проявлять, да? Сіздің жұмыстарыңызды сатып алатын кісі сізді қай жерден, қай әлеуметтік желілерден таба алады? Мысалға біздің бойымызда екі сырым бар сияқты. Адам белгілі бір нәрсе сұрайды, бірақ мен ол сұраған нәрсесін үлкен нәрсе қылып берем. Шығармашылық өнеріміздің ерекшелігі бұл рухани дүниені материяға салып, көрерменге материалдылық арқылы жеткізу. Еңбек 23 жылды талап етті. Сол уақыт аралығындағы шығармашылық өмірдегі болған барлық тақырыпты баяндап айтылатын жеке шығармашылық көрме. Тақырыбы Forbes. Біздің шығармашылық өнеріміздің ерекшелігі бұл рухани дүниені материяға салып, көрерменге материалдылық арқылы жеткізу. Көрермен қараған кезде материяға алдымен материя арқылы руханилықты сезінеді. Және де басқа өнерлерден айырмашылығы біздің өнердің ол ұзақ мерзімге қызмет жасайды. Мысалға, ежелгі адамдардың ақпараттарын біздер тас дәуірінен ондағы кескін бейнелерден қарап білеміз. Біздің болашақта біздің өнерлерге қарап болашақ тұрғындар білетін болады біз жөнінде. Онда адам жанының тереңдігі, дәл қазіргі күнделікті өмір дағдысын, сонымен қоса руханилық ілімді, әлемнің шексіздігін және де барлық адам арманы, адам мақсатының орындалатындығын, адамның сеніміне қарай, әрекетіне қарай, адамның мүмкіндігінің шексіздігін біздер осы шығармашылық өнер арқылы сіздерге насихаттап, баяндап отырмыз. Қабылдау өздеріңізде. Жоғарғы өнер жақсылықты насихаттайды, жақсылық үшін күресті дәріптейді. Адам өмір шеңдігінде 80% ақпаратты жанары арқылы қабылдайды. Ал енді жақсы ақпараттарды қамтитын, санаға, ойға әсер ететін, ой арқылы өмірін басқа бағытқа бұратын, жақсы тақырыптар орнататын сондай дүниелерді біздер барынша көрсеттік. Өмір қарапайымдылықтан құралған. Қарапайымдылық ол күрделілік, ал күрделілік ол шын мәнісінде қарапайымдылық. Себебі ол сол тақырыптарды дамыту барысында ол тақырыптар, ол іс-әрекеттер қарапайымдылық дағдыға айналған. Осы уақытта жеке шығармашылық сайт ашылды. Соны назарларыңызға ұсынам. Онда барлық жасалған жұмыстар, жобалар және де ерекше шығармашылық туындылардың барлығы насихатталып көрсетілді. Және де арнайы батырма бөлімдерінде сіздер әртүрлі ақпараттарды міне көрсетілгендей қарап білесіздер. Бұл тақырыптар осы өмірдің күрес екендігін және де осы өмірдегі сынақ алаңында екендігімізді насихаттайды. Армысыздар, құрметті достар. Бүгін біздің бағдарламамыздың құрметті қонақтары өнер салонының басшысы Медет Туранов және жас дарынды суретші, мүсінші Сырым Нұсрет. Медет, бірінші сұрақ сізге. Естуімізше, осы салонды сіз жақында ғана аштыңыз. Өзіңіздің алдында қандай талаптар, мақсаттар қойып жатырсыз жұмысыңызда? Содан бір айтып кетсеңіз. Қайырлы күн. Біздің осы салон ашқанда бір идеямен аштық. Орысша айта берейін, арасына кешірім сұрайын. Идеямыз болғанда өте көп бізде адам
бірақ біздің дарын болғанда очень много талантливых людей, которые не могут себя проявлять, да? И получается, мы как бы эту площадку создали, мы не первый, не последний, чтобы могли люди такие творческие, могли здесь проявлять и показывать свои работы. Вот как бы с такой идеей мы открыли это пространство. Осы дарынды жастардың біреуі Сырым. Сырым, иә, Сырыммен осы салонда біз таныстық. Сырым өзінің жұмыстары осы салонда бар. Сонымен Сырым өз идеялары айтқанда, как бы космические эти такие идеи, как не на один день, там на 1000 лет вперед, когда он начал рассказывать, как он эти работы свои творил, да, создавал, и мне понравилось. И я говорю, как космический человек я его воспринимаю. Иә, бағана біз осы бағдарламадан бұрын қысқаша бір фильмді көргенбіз, Сырым туралы. Соған сізге рахмет. Сол фильмге байланыстырып мен бір нәрсені айтайын. Осы сіз шығармашылығыңызбен осы өмірге қандай месседж әкеліп жатырсыз? Нені көрсеткіңіз келеді? Содан бір айтып берсеңіз. Шығармашылықпен әлемнің бар мүмкіндікке толы екендігін және де адам жаратылысы ол барлық әлемнің кіші жаратылысы екендігін және де қазіргі жаһан дәуірінде материалдылық құндылық пен рухани құндылықты ашып, рухани құндылықтың материалдылықтан жоғарғы екендігін ашып көрсету. Себебі дәл қазіргі әлемдік ғаламдық болып жатқан факторлар олар жер бетіне, ауа райы климатына қатты әсер етуде. Себебі адамдар жаңағы материалдылыққа деген махаббаттың салдарынан әлемнің қазба байлықтарының кең көлемде алынуы, табиғи зардаптар, апаттардың көптеп болуы, адамдардың сол материяға деген тәуелділігінің салдарынан әлемде небір өзгерістердің орын алуы. Менің айтпағым, егер де адам рухани құндылықты жоғарғы қоятын болса, материалдылық құндылықтан, онда адам барлығын озық деңгейде игереді. Мысалға, біздің жасаған шығармашылық туындыларымыздан адам ең бірінші қараған кезде материяны қарайды. Бірақ материалдылықтың артында руханилық бар. Материалдылық қарау арқылы олар руханиятқа жол табады. Соның арқасында ол шығармашылық материалдылық өнерден рухани дүниені биік қойып тұр. Адам жаны руханиятқа алдымен қызмет жасауы керек. Сонда әлемде тепе-теңдік гармониясы ойнайды. Әлемге жеткізейін деген тақырыбым ол шығармашылық, шын шығармашылық ол әлемге ізгілік нұрын алып келетін, ең алдымен руханиятты адам жанын өсіретін дүниелер. Ал содан соң материалдылық. Бірақ көп басымдылық қазіргі жаһанда ол бізде әлбетте материалдылыққа деген дұрыс қолданбау, оны игермеу. Ал шығармашылық ол сана, жүрек, сезім арқылы осының барлығын жөндейді. Сырым, сіз бізге айтып жіберіңіз, сіз қайдан өзіңіз боласыз, өз туралы қалай сіз келдіңіз осы шығармашылық жолына? Қай жерден боласыз? Ақтөбе қаласынан туған жерім. Шығармашылыққа келуім осы негізі түс көрдіңіз ба? Біздің құбылыс өз ойымда ерекше болды. Себебі жалпы адам өзін зерттеу барысында оның шамамен неден жаратылғандығын, қандай екендігін түсініп танып біледі. Мысалға біздің бойымызда екі сырым бар сияқты. Сіздің ішінде екі сырым бар ма? Мысалға, ол жай теңеу ретінде солай айтар едім. Себебі біріншісі ол тікелей жоғарғы жаратушымен байланысты және де сондай ауқымды тақырыптарды жасаумен, іске асырумен айналысады. Ал екіншісі ол осы өмірде өмір сүріп жүрген қарапайым сырым. Қызыл екен, иә? Енді ол процестер сондай ғылыми тұрғыда негізі күрделі болып табылады. Себебі
кейбір адамдар дүниеге келген кезде өздерінің миссиясымен келеді. Солай ойлайсыз, иә? Иә, өздерінің миссиясымен келеді, себебі біз бала Әр кезімізден адам, иә? бастап әр адам, Аха. әр адам, мысалға біздер қандай мамандықты таңдаймыз, немесе ертең ол мамандықты игерген кезде қалай болады деген ешқандай сұрақтар түсінікті. болған емес. Біздер сол мамандықпен, сол өнермен дүниеге келдік. Ал осы жолды қалай таптыңыз? Осы жолда кез келген өнер адамы өзінің өнерін қалай әртүрлі деңгейде жеткізеді. Мысалға біреулері музыкамен, біреулері Сөзбен. жазба, сөз, немесе іс-әрекет күйінде. Өнер шексіз, бірақ ол тармақталады. Оның құралдары әртүрлі. Біздерге осы құрал әлемнің сол материалдылықтан құралғандығын, және де бала кезімізден бастап табиғатты, олардың неден құралғандығын, жердің қандай ресурстарының барын, және де немен нені жасауға болатындығын, сондай материалдарды бір-біріне қосып, оны зерттеп, мысалға табиғаттың әртүрлі қыртыс бедерлерін, немесе жапырақтарды, немесе табиғаттың өзін зерттеп, оның өнімін зерттеп, табиғаттың өндіретін өнімін зерттеп, және де адам шығаратын өнімді зерттеп, сондай бір тұжырымға келдім, құралды солай таңдадым. Қазіргі мүсінші, суретші өз жұмысымен, өз өнерімен негізі өз-өзін асырай ала ма? Сіз өзіңіз үйленгенсіз ба, бала шағаңыз бар ма? Жеткілікті ма сізге? Табыс көзі, иә. Қысқа айтқанша, да? Отбасын құрған жоқпын әлі. Неге? Сондай әдемі жігіт. Әлі ерте, иә? Бәрі алда қалжың. Айта беріңіз. Иә, әрине. Біршама істерге үлгеру керек деген қағида енді барлығы сондай бір қалаудың нәтижесінде келеді. Біздер қаншалықты ойлағанымызбен біздің алда не болатынымызды анықтап қойған ол жоғарыда күш бар. Ал табыс жағына келетін болсақ, ол енді өнер адамы, ол барлық жағынан өнерлі болуы керек. Ол ақша табу жолынан да. Қаражатты басқару жүйесінен де, мысалға бұл тараптан мен айтар едім, мысалға менің Медет мырзадан үйренерім көп деп. Себебі табыс табу ол бір бөлек, ал оны сол сақтап, көбейтіп, оны әрмен қарай жүзеге асырып жұмсау ол басқа нәрсе. Енді сіз күнде тамақ жейсіз, дұрыс па, киім киесіз, пәтеріңіз бар, бензин ба, білмеймін, ақша көп кетеді, иә? Астанада ол негізі қымбат қала. Сол менің досым Арсен сұраған, өнер, искусство ол ақша алып келеді ма сізге? Ақша? Иә, доход. Енді ақша алып келеді, себебі адам ол осы өмірде өмір сүргеннен кейін қанша дегенмен әрдайым аз болады дейсіз ба? Жоқ, адамның ішінде Енді біз түсінеміз. өзінің қалаулары бар. Адам ол бір жағынан рухани болғандықтан, екінші жағынан ол сол Құдайдың жаратқан пендесі. Бұл өмірде қателіктерді, сол сынақтарды, немесе әртүрлі жаңалықтарды ашатын пенде болғандықтан, ода зерттеушілік көп. Әлбетте өнер қаражатты алып келеді. Мәселен, кімде қандай тақырып? Егерде адам өзінің тақырыбын үлкен деңгейде қоятын болса, оған үлкен жауапкершілік болады. Ал үлкен жауапкершілік ол үлкен табыстарды алып келеді. Бірақ табыс үшін емес, тақырып үшін адам жасайтын болса, табыс оның артынан қуып жүреді. Дұрыс, өте дұрыс. Алтын сөздер, иә. Бағана фильмде біз көргенбіз, сізде арнайы сайт ашылған екен. Негізі сіздің жұмыстарыңызды сатып алатын кісі сізді қай жерден, қай әлеуметтік желілерден таба алады? Әлеуметтік желіге қатыспаймын, себебі мысалға әртүрлі бір өзіндік осы өмірде деңгейлер бар. Мысалға
қымбат маркалы әртүрлі материалдар олар жай теледидар алаңында жарнамаланбайды. Себебі оның сатып алушы адамдары жарнама қарамайды. Олар басқа нәрсемен айналысады. Олардың деңгейлері де бөлек. Біздердің құралдарымыз ол коллаборация, сол шетелдік танылған, танымал әртүрлі компаниялармен бірлесіп коллаборациялық деңгейде солармен тығыз қарым-қатынаста және де товар, өнім, сондай сатылым жағын солай жүзеге асырамыз. Себебі біздің аудиториямыз, біздің өнеріміздің өзі жарамдылық мерзімі ұзақ деңгейде болғандықтан, оның жасалу құралдарының өзі қымбат деңгейде. Ал оның идеясы бар, оның уақыты бар жасалуы. Соның барлығын қосқан кезде элиталар ғана алатын, бірақ элиталар олар жаңағы жарнама қарамайды. Соның салдарынан бізде жеткізу тәртібіміз мүлде бөлек. Вы сами лично из какого материала любите ваять? Тас, гранит, мрамор, қола, Чем қола вдохновляетесь? алтын қоспасымен. Как приходит идея вот что-то своять? Адам шығармашылық барысында, егер де 3 жастан бері айналысқан болатын болса, ол бір белгілі бір деңгейге жетеді екен. Ол деңгей сен жай ғана қарындашты алып жасай бастаған кезде өзі келе береді, иә? ол шығады. Мысалға, демонстрация ретінде сіздердің назарларыңызға қазір бір ғана парақ берсеңіздер, мен жасап көрсетемін. Пока ищет листы у нас в студии, сырым саған бір сұрақ, сенің жұмыстарларын, картиналарын көп қазақтардың назарында жүр. Нұрлан Өнербаев, например, да? Менде бір сұрағым, олар сатып алады ма, или сен подарок болып бересің? Біз сыйлыққа бермейміз. Все, болды. Түсінікті. Сырым, тағы бір сұрақ, түсінгенімше, сен бала кезінен бері шығармашылықпен айналысасың, дұрыс па? Иә. Оған себепші кім болған? Себепші? Мама, папа? Родители, наверное, однозначно. Егер де алдымен адам бойында бір қырсықтық, табандылық мінез болатын болса, ол кез келген нәрсеге тыңдамай өзінің айтқанын жасай береді екен. Сондай жандардың бірі болдым. Ал анам көбінесе өнерімді сол қолдады. Анам, одан кейін әкем, және де ата әжеміздің қолында тұрған адам болғандықтан, олардың да бір ақыл кеңестері болды. Біздерге сондай қатты махаббат болды өнерге деген. Мысалға, адам ауа жұтпаса, ол өмір сүре алмайды, сол тәріздес. Біздің балалық кезімізде, мысалға, таңертеңгісін тұрдық, кіші бала өз жасымызбен қатар, олар ойын ойнайды, тағы басқа істермен айналысады. Біздер ұйқыдан тұрғаннан кейін тіпті дұрыс тамақтанбай, бірден анаған өнерге деген махаббаттылықтың соншалығы біздер бірден жасап кететінбіз, және де таңнан отырғаннан бері кешке ғана соны бітірмейінше сонда отырып, кеште ғана аяқтап, сосын барып тұратынбыз. Ал ол аралықта тіпті тамақтанғың келмейді де, себебі жаңағы рухани тоқ болсаң, қарның ашпайды. Қазірде солай ма? Қазірде, енді ол Жаяу келді ма, машинамен келдің ба? Мен таксимен ба? Қазір, енді мынандай сұрақтардан кейін ол сұрақ. Енді кешер сондай сұрақтар актуальны. Менің жүргізуші куәлігім жоқ, мен көлікке қатты қызықпаймын. Статистикалық мәліметтерді бәлкім білгендіктен, көлік ол апаттар салдары көп. Мен ондай нәрсемен айналыспаймын. Біздің білетініміз ол, біздің ойымызда тек үлкен бір нәрселерді алу. Вот как вам живется вообще вот среди вот мегаполиса? Весь такой духовный, весь такой, как вам вообще живется среди вашего окружения? Қиын емес па? Қиын емес па? Егер адамның... Вот, например, сырым, можно я конкретизирую? Біз Астанада тұрамыз, да? Астана қымбат қала, дұрыс. Давайте говорить все, как есть, своими словами. Нас люди смотрят такие же, как мы, да? Это прекрасное искусство, да? Но
в городе, вот ты очень правильно сказал, что если ты будешь заниматься постоянно искусством, деньги придут, правильно, да, за тобой. Ол өте дұрыс. Енді, например, вот сен отырсың, пиджак, да, он не дешевый, да, хороший, часы, да, интересный, да, ол бәрі ақшаға келген ғой, дұрыс па? Шампунь, волосы блестят, шампунь не дешевый, да, енді, солай. Мынау сары деген, білмеймін, не знаю, какой-то талисман, наверное. Часы көрсетші қандай сағаттар. Это же хорошие же фирменные часы, да. Ақшаға келген ғой, енді Светлана айтып жатыр. Сен бәрі қасында ақша қалай алатын, ипотека, бизнес. А ты вот человек творчества. Саған қиын емес па? Егерде адам концентрациясын үлкен нәрселерге жұмсайтын болса, одан қаражаттар әлбетте келеді, ауқымды қаражаттар. Ал егерде адам концентрация зейіннің бәрін қаражат табуға арнайтын болса, онда ол қиын болады. Нет, смотрите, Мысалға, вы же молодой человек, девушки вокруг ходят, а вы весь вот в творчестве, у вас одно направление. Вы можете, оглянитесь вокруг. Расслабьтесь. Мир совсем другими красками заиграет. Все понятно, вы вообще к чему стремитесь? Чтобы ваше имя осталось или вы стремитесь изменить мир? Что вы хотите вообще? Вот вы весь в искусстве, вас материальное не интересует, вы одухотворенный человек, это все понятно. Ну, не рано ли? То есть я, Светлана, так поняла вас, не слишком ли много это в вашей жизни? Нужно же чуть-чуть еще оставлять кусок пирога для личной жизни, да, для дохода, или вот так как бы... Для любви, встал, в конце концов. да, для любви, да, для здоровья, да, встал утром, саксом перил. Жоқ, менің түсінгенімше сырым Ты же мужчина, донеси, пожалуйста. Сырым бала кезінен осылай рухани жаққа, шығармашылық жаққа өте жақын бала болып өсті. Дұрыс па түсінгенім? дұрыс. Сондықтан негізі материалдық нәрселер олар бөлек тұрады деп есептеймін сырымның өмірінде. Ал енді сіздердің айтқан нәтиже қорытындыларыңызға қарап, мен қорытындысын айтайын. Екі әйел отыр, студия соған айтып берші. Ол материалдылық қалай келеді, қаражат қалай келеді сұрақ. Мен жауабын айтамын. Қаражат бізде былай келеді. Ақша қаяқтан табасың, неге қыздар ойламайсың? Екі сұрақ. Жақсы сұрақ. Ақшаны проекттерден табамын. Мысалға, мен проекттерді жасаған кезде... Госзакупки? Жоқ, көбінесе жеке компаниялардың, алпауыт компаниялардың проектілерін жасаймын. Мысалға, олар өздерінің архитектурасына арналған бір монументалды мүсіндерге тапсырыс береді, немесе интерьердің ішкі нұсқасына арналған инсталляцияларды, немесе интерьердің сондай түстік спектрлер, немесе дизайндық үлгісі интерьердің бұрын соңды әлемде болмаған нәрселерді жасап шығаруға сол маған жүгінеді. Енді біздер бірақ ақылмен жасаймыз. Біздер енді қаражат арқылы материалдылықты алып жүру керек қой. Енді сіздің компания бар. Иә, жеке компаниям бар. Мендегі тактика мынандай. Адам белгілі бір нәрсе сұрайды, бірақ мен ол сұраған нәрсесін үлкен нәрсе қылып берем. Сол арқылы ол осындай стандартты тақырып сұрайтын болса, мен ол тақырыпқа күрделі тақырыпты қосып берем. Соның арқасында олардың ортасы да сол күрделі тақырыпқа қарай өседі. Олардың көрермендері де сол күрделі тақырыпқа қарай өседі. Бұлай айтқанда, тапсырыс берушінің сұрағанынан асырып жасаймын. Оның айтқанын тікелей жасамаймын. Он говорит, я понимаю, что он улучшает заказ. Ну, а вдруг тому человеку нужно именно то, что он хотел? Ондай... Получается, вы лечите людей, ходите, да? Қараңыз. Вы не неге өзінің сұрағанын жаңағы жасап беруім керек? Ондай адамдар қымбат тапсырыс бермейді. Себебі оның санасы дайын емес. Ал күрделі тақырыптарды беретін адам, ол соған дайын. Ол ұдайы өзін өзгеріске өсіруге, өзін өзгеріске бағыттауға дайын. Сол себептен ол сондай деңгейде.
получается, вот Заказы падают. вы лекарь, лечите людей. Боль, вот ты заказал, вот я заказала лошадь из опала. А вы говорите, нет, Светлана, какая опал? Вам Трусы, нужно бриллиант. из золота лошадь. У вас недостаточно там духовности, культуры. Я вас учу культуре, да? Вот с такими намерениями получается. Оның енді арты терең, себебі тақырыпты жеткізу, ол тапсырыс берушімен қатар сөйлесіп, және де олмен бір келісімге келіп, оның қалағанын тыңдап, ол қалағанынан үлкен нәрсе беру, ол философиялық және де психологиялық ілімдерді құрайды. Сол тактикаларды мен пайдаланамын. Негізі шығармашылық жақтан сат-сатымен жеке өміріңізге жақындайық, қарсы болмасаңыз. Жастыңыз нешеде? 26-ға келдім. Таядыңыз. Енді алда, алла қаласа, жарды табу мәселесі алдыңызда тұратын шығар. Соған бір сұрақ келіп тұр. Жардың қандай талаптарын қоясыз? Жарды таңдауда. Нақты айта алмаймын. Нақты айтатын болсам, онда отбасын құрған адам болатын едім. Бірақ дәл қазіргі ойымдағы ол алдымен кез келген осы өмірдегі ол тәрбие, адамгершілік, мінез, себебі адамды бір деңгей дәрежесіне жеткізетін ол адамның мінезі. Жаңағы сөз бар ғой. Адамды оның көркем мінезі емес, жаңағы қатаң мінезі жеткізеді деп. Мінез, адамгершілік. Болашақ жарыңыз сіз сияқты өнер саласында жүру керек па, әлде жоқ па? Негізі осындай бір ұғым бар, егер жанұяда егер екеуі де өнер саласында жүрсе, онда жанұяда көп не теке-теріс болады деп айтылады. Себебі Я вот все хочу к деньгам подвести. Қыз баласы. К бизнесу. Арсен все вот воздух, творчество, искусство. Мы сейчас все-таки больше творчества. нет, я вот все-таки задам вопрос, потому что нужно. Жақсы. Интересно. Жалпы қыз баласы ол сол отбасындағы негізгі бір балдарға болашақ әсер ететін, ол алдымен жар ретінде қабылдап танитын адам болғандықтан, ол кісіде тұрақтылықтың болған абзал. Енді кез келген адамды таңдаған кезде біз білмейміз ғой, бізге қандай адам жолығатынын. Біз мақсаттар, армандарды қоямыз, бірақ ол біз арқылы ғана шешілмейтін нәрсе. Я хотела вас спросить сразу. Ну, вы же все-таки скульптор, ходите по Астане, смотрите, какие у нас есть памятники и все прочее. Есть ли какая-то идея что-то создать именно в Астане? Вот, допустим, в ноябре Центр урбанистики собирали идеи для улучшения Астаны. Вы не участвовали в этих конкурсах? Есть ли какая-то идея именно... Мен оларға бірнеше эскиз нұсқаларын бергем, архитектураға монументалды ескерткіштерді қою жөнінде. Бірақ біздің әзірге қоғам бәлкім оған дайын емес, немесе қаражат мәселесіне де келіп тіреледі. Вот смотрите, вот у меня есть идея, там у нас будет продолжаться ботанический сад, линейный парк, по-моему, называется. Светлана, Я вот слушаю тему. И у меня была такая идея, одну хотя бы аллею сделать наших батыров. Вот именно батыров, чтобы любой приезжающий, любой ребенок знал нашу историю. Вот с чего начинается. И вот вы могли бы вот создать вот такое что-то? Негізі адам дәл қазіргі сәтпен көбінесе өмір сүрмейді. Ол өткен сәтпен өмір сүреді, немесе болашақпен өмір сүреді. Ал неге батырларды көптеп қояды? Дәл қазіргі жаһан дамуында басқа да актуалды тақырыптардың бары және де оның ауқымдылығы ол адам атаулын таңғалдырады. Қазір 1 минут. Батырлар, ол біздің салт дәстүр, ол өте жақсы.
ол біршама музейлерде ол кеңдеп, ол тақырып өте ауқымды. Қазір көптеп батырларды салады, батырларды жасайды. Ескерткіш ат адам. Неге тақырыпты ауыстырмасқа? Себебі ол лента ғой. Біздер дәл қазіргі өмір сүру деңгейін жазуымыз керек. Біз өткен сәтті жазбауымыз керек. Ол өткен сәттердің ақпараттары бізде өте қатты жетерлік. Біздер батырлардың қасында болған жоқпыз, олармен соғысқан жоқпыз. Біз дәл қазіргі жылда, дәл қазіргі ғасырда өмір сүргендіктен, қазіргі ақпарат мәліметтерді біз жазсақ, біз өте жақсы жазамыз. Себебі біз соның ішінде өмір сүрудеміз. Ал өткен нәрселерді жаза берсек, оны сезінбесек, оны көрмесек, онда біз не істеп жүрміз, біз қалай істеп жүрміз. Дәл қазіргі ең маңыздысы ол қоғам, мемлекет, әлем мысалға. Ол өте маңызды сұрақ. Бір батырдың арқасында көптеген өзгерістер шешіледі. Мысалға, әлем ол дәл қазіргі жетістікке жеткен кез келген мемлекет, олар өздерінің дәл қазіргі тарихи сәттерін жазады. Олардың адамдары да өзгеше, себебі олар дәл қазіргі сәтпен өмір сүреді. Олар өткен сәттермен өмір сүрмейді. Олар өткен сәттеріндегі қателіктерді, қайғыны, қуанышты әлі ойлап жүрмейді. Себебі уақыт өтіп жатыр. Уақыт қазіргі кезеңде. Мен жай ғана бұл сұрақтың ауқымын ашып көрсетіп бердім. Историю, смотрите, историю помнить надо. Дело в том, что у нас просто вот именно ваше поколение забыли, какие должны быть мужчины казахи, какие батыры были у нас. Вот типа напомнить вам, какие они должны быть, какие вы должны быть, потому что какие у вас потомки были. Это для этого делается. Историю забывать вообще нельзя. Не нужно фотографию там Кенесары хана или там его лошадку. Нет, какой-то сюжет из его жизни. Я не думаю, что все забыли историю, и никто не помнит, как что было. В архивах все-таки сохранилось, это просто надо работать. Я понимаю, что вы о будущем, о космосе жоқ, дәл қазіргі шақпен мен болашақты айтып тұрған жоқпын. Болашақ дәл қазіргі шақтан қалыптасады. Болашақ бүгіннен басталады. Бүгінгі әрекетті нақтылау, қазіргі өмірмен өмір сүру, батырларды жасап жүрген кезде жаһан дамуында талай жаңалықтар ашылып, Марсқа көшіп жатыр. Ал бұндай актуалды сұрақтар өте ауқымды. Біздің мысалға кейбір әлсіз тұстарымыз асфальтты төсегенде оған бөлінген қаражат Илон Масктың проектілеріне бөлінген қаражатпен теңдей. Бірақ айырмашылығы жер мен көк. Және де тарихқа келген кезде алдымен кез келген тарих ол мына шын мәнісінде тілден басталады. Кез келген тарих. Алдымен сол тілден кейін мәдениетті толыққанды танып білу жүреді. Ол тарих деген әртүрлі. Тарихты жеңімпаздар жазады. Кім жеңді, сол тарихты жазады. Бірақ оның жазғаны ол ақиқатқа жанаспауы да мүмкін. Тарих ол біздің алатын сабағымыз. Қазірге. Сырым, это все, ну как бы, сколько людей, столько и мнения. Спорный вопрос, такой вопрос риторичный. Арсен придерживается одного мнения. Я вообще хочу, чтобы здесь инопланетянин поставил 21 век, там где-то другое. Давайте вернемся немножко к другой, вот, к истокам нашей программы, реальности. Сырым, скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, да, что ваши доходы, у тебя есть компания, которая выполняет некоторые заказы, да, по совершенствованию каких-то памятников и тому подобное. Сколько стоил самый крупный твой заказ? Если это не секрет, пожалуйста, это можно в долларах или в тенге? Если не секрет, ну почему это же должно быть прозрачно? Ты платишь же налоги, правильно? А что ты сдаешь, да? У тебя Каспий Пэй, наверное, есть. Нет, ну, знаете, нашу программу смотрят люди, вот живые люди, которые пьют, кушают. Все прекрасно знают, что нужно творчество, Сырым прекрасен, мы это все выдадим. Арсен, Медет, я. Ну вот людям нужно вот это вдохновение, да, что
мы разрушаем стереотипы. Осы бағдарламада, что художник, писатель, скульптор, они одни из богатейших людей по сути, вообще не только в Астане. Барлығы әлемде. Это люди творчества зарабатывают, знаете, не маленькие деньги. И вот я хочу, чтобы вы... Былай айта аламын оны. Қазақша мен 105 миллион алдым, там 200 миллион алдым ба, қанша алдыңыз ең крупный заказды? Енді мен санмен... Ұялмай айта бер? Или какой-то секретный есть? Жоқ, ол былай айтқанда, мысалға, әртүрлі компаниялардың табысы әртүрлі, және де біздер құжат мәмілесіне келген кезде договор, ол конфиденциалды көп жағдайда. Мен былай айта аламын. Осы ақшаға не алып алдың сен өзіңге? Не істеп қойдың? Не істедің ақшаға? Енді соизмерение дохода. Енді человек стоит столько, сколько он зарабатывает. Адамдардың көбісі үй алады. Бұл мынандай нәрсе. Мысалға тапқан қаражатты Светлана. Мысалға бір ай аралығында тапқан қаражат, ол бір жылға жетуі мүмкін. Мысалға. Сенде? Иә. Ну, бір жылға, знаешь, если ты пешком ходишь, там, я не знаю, какие расходы у тебя, дұрыс ба? Енді мен бұл сұрақты былай жапқым келді, бірақ сіз күшті ашып көрсеттіңіз. Сағатын қымбат, бір 2 миллион тұратын шығар? Мейлі, айта бер. Енді ол енді жоғарғы сома, оған үлкен тауарларды алуға болады. Үлкен машина сияқты? Иә, одан жоғары. Одан жоғары. Ол проекттердің ауқымдылығына байланысты. Бірақ проект жасаған кезде оған кеткен энергия, күш, ол уақыт, ол көп уақытты құрайды. Мысалға, 3 айы бір проектіге кетсін, мысалға, монументалды мүсін қою, белгілі бір қонақ үйдің алдына. Ол монументалды мүсін, оның қонақ үйдің статусына қатты әсер етеді, оның имиджін көрсетеді қатты. Соның арқасында ол сондай имиджге ие болады. Мысалға, Ритц Карлтондағы 2 арыстан, егер оны былай алып тастайтын болсақ, жоқ, ол Пьер Матер деген итальяндық мүсінші қойды. Егер оны былай 2 арыстанды алып тастап былай қарайтын болсақ, ол жай 2 ғимарат. Ал 2 арыстанды қойып қарайтын болсақ, оның имиджін, оның статусын, оның жаңағы күшін, power, соның барлығын ол көрсетіп тұр. Ол қатты рөл ойнайды маркетингке, себебі ақпараттарды адам бірінші көзбен көреді. 80% ақпараттарды адам көзімен қабылдайды. Сосын барып оқиды. Енді сондай тапсырыстар... Астананың ішінде сен Ритц Карлтон алдында 2 арыстан тұр. Сол туралы, что ты поставил примерно в Астане, какие твои работы? Дәл қазір, дәл сондай деңгейдегі үлкен проектілерді жүргізудемін. В процессе, да? Иә. Оның алдында қойылған, бірақ ондай ауқымды қарқында емес, бірақ монументалды мүсін оның алдында да мен жасап жүрдім. Орта шамамен бір жобаға қанша уақыт кетеді сенде? Бір жобаға, мысалға, жарты жыл, немесе 3 ай, немесе 1 ай. А жобада сен өзің жұмыс істейсің ба, әлде тағы? Жобада көмек, өзімнің арнайы топтарымды, командамды жасақтаймын. Жобаның тақырыбына қарай, және де уақытына қарай. Көбінесе барлық бөлімдерді өзім жүргізем. От и до. Ешкімге бөліспейші? Жоқ, ақшамен да? Бөлісу... Жоқ, енді идеяның барлығы адам өзінен келеді. Ал қосалқы кадрларды системизация құру, оның систематикасын бөліп беру, кім неге жауаптылығын нақты жүйеге қою, ол әрине ол міндетті түрде керек нәрсе. Онсыз бизнес жүрмейді. Бағдарламамыз соңына таяп жатыр, сондықтан соңғы сұрақты қойғым келіп тұр саған. Негізі дарынды жастар Қазақстанда көп. Сен сияқты суретші, мүсінші боламын деген балалар жүрсе, олар саған келіп тұрса, сен оларға офлайн ретінде, онлайн түрінде бір сабақ бере аласың ба? Иә, дәл қазір бұл сұрақты ойланып бастадым. Бұл өте маңызды. Қазірде бізде идеяларымыз, Медет мырзамен ұсынған бір қатар идеяларымыз сәйкес келіп, соны алдағы уақытта жүзеге асырмақ ойымыз бар. Ол мысалға сондай арнайы бір
франшиза ретінде немесе нақты бекітілген бренд ретіндегі оқыту курстары, жоспарда бар. иә, мектептері немесе жоспарда бар. Жастарға қандай кеңес берер едің? Жастарға ол өнер адамы болу, ол барлық жағынан өнерлі болу. Ол сенің әрбір жүріс тұрысың, сенің сөйлеу мәнерің, өзіңді ұстауың, тәрбиең, басқа да тілдерді жетік меңгеруің, философия мен психологияны, қоғаммен коммуникациялық жүйені жақсарту, бизнес қағидаларын үйрену, бизнес келіссөздерде жүргізе білуің, өзіңнің энергияңды жақсы деңгейде қойып, соны ұсынып сата алуың, жеткізе алуың, өз тақырыбыңды осы әлемге ұсынуың. Жақсы, рахмет айтқанына. Бағдарламамыз тамам. Бағдарламаның барысында және де айта кететін бір жайт, қаражат тақырыбында және де оның барлығы шын мәнісінде өте маңызды, себебі адам өз энергиясын кез келген нәрсеге айырбастайды. Ал оның санасындағы біліміне қарай сол өзінің шығарған энергиясын дұрыс айырбастаса, онда дұрыс өмір сүреді, дұрыс қаражатқа кенеледі. Ол әлемдегі ең мықты тренд, және де одан біздің қоғам қалыс қалмауы керек. Біздің қоғам осы бізден асып түсіп, біздің талантты өз буындарымыз бар, талантты әріптестерім мысалға, олар өздерінің таланттарын күллі әлемге ұсынуда. Оның барлығы сол өнердің жан-жақтылығынан туындаған сала. Яғни қаражат мәселесі, одан қашпау керек адам. Адам оны қабылдауы керек, оны жақсы көруі керек. Оны дүниенің артынан жүгіріп кетпеу керек, бірақ оны белгілі бір мақсаттарына құрал ретінде жасау үшін оны жақсы көруі керек. Оны игере алуы керек. Алдағы уақытта Forbes-қа түскен кезде сізді есіме алып алғысымды айтатын боламын. Сонда сомалардың толық деңгейі көрінетін болар. Көрермендерімізге еске айта салайын, бүгін бізде қонақта болған Сырым Мүсіреп, жас дарынды суретші, мүсінші және өнер салонының басшысы Медет Тұранов. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше амандықпен кездесейік. Сау болыңыздар.